Амансыздар ма оқушылар? Бүгін мен сіздерге сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдау барысында міндетті түрде жасалуға тиісті қадамдар туралы айтамын. Ол үшін бірнеше жеңіл сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдайтын боламыз. Бірінші сөйлеміміз: бүгін біздің мектепте үздік оқушылардың сайысы өтті. Талдауды неден бастаймыз? Назар аударамыз. Бірінші қадам. Талдауды баяндауыштан бастаймыз. Баяндауыш қазақ тілінде әдетте сөйлемнің соңында орналасады. Олай болса, бұл сөйлемнің баяндауышы өтті. Баяндауыштың астын екі сызықпен сызып қоямыз. Енді келесі сөздерді талдаймыз. Назар аударыңыз. Екінші қадам. Басқа сөздерді талдау үшін оларға сұрақ қоймас бұрын оның байланысып тұрған сөзін табамыз. Мысалы, бұл сөйлемдегі сайысы деген сөзді талдау үшін оның байланысып тұрған сөзін анықтаймыз. Ол өтті сөзі, сайысы өтті. Енді осы сайысы деген сөзге сұрақ қойғанда, сұрақпен байланысып тұрған өтті деген сөзді міндетті түрде тіркестіріп айтамыз. Мысалы, не өтті? Сайысы өтті. Синтаксистік талдауда сұрақты жалғыз айтпай, байланысып тұрған сөзін тіркестіріп айту өте маңызды. Біз оны кейінгі мысалдарда дәлелдеп өтеміз. Сонымен атау септіктің сұрағына жауап беріп, сайысы деген сөз бастауыш қызметін атқарады. Астын бір сызықпен сызып қоямыз. Келесі қадам: сөйлемнен бастауыш, толықтауыш және пысықтауышты анықтаған кезде біз оның міндетті түрде етістіктен болған баяндауышпен байланысып тұрғандығын тексеруіміз керек. Бұл сөйлем мүшелері егерде етістіктен болған баяндауышпен байланысып тұрмай, басқа сөйлем мүшесімен байланысып тұрса, онда қателік кетті деген сөз. Бұл сөйлемде сайысы бастауыш және ол өтті деген етістіктен болған баяндауышпен байланысып тұр. Бұл жағынан ешқандай мәселе жоқ. Келесі талдайтын сөзіміз оқушылардың. Алдымен байланысып тұрған сөзін анықтаймыз. Оқушылардың деген сөз сайысы деген сөзбен грамматикалық және лексикалық байланысқа түсіп тұр. Оқушылардың сайысы. Енді сұрақ қойып, сұраққа байланысып тұрған сайысы деген сөзді тіркестіріп айтамыз. Оқушылардың деген сөз кімдердің деген сұраққа жауап береді. Сонда кімдердің сайысы. Кімдердің деген сұрақ ол ілік септіктің сұрағы, ал ілік септік анықтауыш қызметін атқарады сөйлемде. Сондықтан кімдердің сайысы оқушылардың деген сөз анықтауыш болады. Енді үздік деген сөзді талдаймыз. Бұл жерде тағы да бірінші қадам: байланысып тұрған сөзін табамыз. Үздік деген сөздің байланысып тұрған сөзі оқушылардың. Үздік оқушылардың. Сұрақ: қандай оқушылардың? Міндетті түрде қандай деген сұраққа байланысып тұрған оқушылардың деген сөзді тіркестіріп айтамыз. Бұл сұраққа жауап беретін сөздер сөйлемде анықтауыш қызметін атқарады. Сондықтан бұл сөз анықтауыш болады. Келесі мектепте. Тағы да бірінші алдымен осы мектепте деген сөзбен байланысып тұрған сөзді анықтаймыз. Мектепте өтті. Байланысып тұрған сөзі өтті. Қайда өтті? Мектепте өтті. Мектепте деген сөз қайда деген сұраққа жауап беріп, мекенді білдіріп тұрғандықтан мекен пысықтауыш болады. Сонымен қатар пысықтауыш баяндауышпен міндетті түрде байланысу қажет деген қағидамызға да сәйкес келеді. Мектепте деген пысықтауыш өтті деген баяндауышпен байланысып тұр. Енді біздің деген сөзді талдаймыз. Әдеттегідей осы сөздің байланысып тұрған сөзін тауып аламыз. Оқушылар, назар аударыңыздар, байланысып тұрған сөзді талдайтын сөзімізден кейін тұрған сөздердің ішінен іздейміз. Ол солардың тек біреуі болады. Мысалы, біздің деген сөздің байланысып тұрған сөзі мектепте, үздік, оқушылардың, сайысы, өтті деген сөздердің кез келгені болуы мүмкін. Оны мағынасына қарай ажыратамыз. Бұл сөйлемде біздің деген сөз
мектепте деген сөзбен мағыналық байланысқа түсіп тұр. Яғни біздің мектепте. Біздің деген сөзге сұрақ қойғанда мектепте деген байланысып тұрған сөзді тіркестіріп айтамыз деген сөз. Яғни кімнің мектебінде? Біздің мектепте. Кімнің ненің? Ол іліксептіктің сұрағы, ал іліксептік сөйлемде анықтауыш қызметін атқарады. Сондықтан біздің деген сөз анықтауыш болып, асты ерек сызықпен сызылады. Келесі талдайтын сөзіміз бүгін. Еске түсіреміз, біздің бірінші қадамымыз қандай болады? Әрине, бірінші қадам осы бүгін деген сөздің байланысып тұрған сөзін табу. Ол осы сөзден кейінгі тұрған сөздердің кез келгені болуы мүмкін. Біздің мектепте үздік оқушылардың сайысы өтті деген сөздер. Мағыналық байланысқа түсіп тұрған сөзі өтті, бүгін өтті. Екінші қадам, осы байланысып тұрған сөзді тіркестіріп сұрақ қоямыз. Бүгін өтті, қашан өтті? Қашан деген сұраққа жауап береді пысықтауыш. Сол себепті бүгін деген сөз пысықтауыш болады. Назар аударамыз, үшінші қадам, біз пысықтауыш қызметінде тұрған сөздің міндетті түрде баяндауышпен байланысып тұру керек екенін білеміз, тексереміз. Бүгін деген сөздің байланысып тұрған сөзі өтті, баяндауыш. Бұл жағынан ешқандай проблема жоқ. Келесі сөйлемді қалам қағаз алып жазып, бірге талдауға тырысыңыздар. Сөйлем: анамның жұмысы ертең аяқталады. Сөйлемді талдауды баяндауыштан бастаймыз. Баяндауыш аяқталады. Оқушылар, егер бірге талдауға үлгермесеңіздер, арасында видеоны тоқтатып, өздеріңді тексеріп көріңдер. Келесі сөз ертең. Байланысып тұрған сөзі аяқталады. Қашан аяқталады? Ертең аяқталады. Қашан деген сұраққа жауап беріп, пысықтауыш болады. Жұмысы. Байланысып тұрған сөзі аяқталады. Не аяқталады? Немесе несі аяқталады? Жұмысы аяқталады. Атау септікте тұрып, бастауыш қызметін атқарып тұр. Анамның. Байланысып тұрған сөзі жұмысы, анамның жұмысы. Сұрақ: кімнің жұмысы? Анамның жұмысы. Іліксептік болғандықтан анықтауыш болады. Дұрыс талдағанымызға көз жеткізу үшін тексереміз. Пысықтауыш ертең, баяндауышпен байланысып тұр, ертең аяқталады. Бастауыш, ол да баяндауышпен байланысып тұр, жұмысы аяқталады. Бұл біздің бастауыш, пысықтауыш, толықтауыш міндетті түрде баяндауышпен байланысады деген ережемізге сәйкес келеді. Ескерту: анықтауышқа бұл ереженің ешқандай қатысы жоқ. Ал анықтауыш етістіктен болған баяндауышпен байланыспайды. Анықтауыш қай кезде де зат есімнің сұрағына жауап беретін, немесе есім сөздермен байланысады деп айтамыз. Анамның жұмысы. Біздің анықтауышымыз жұмысы деген зат есіммен байланысып тұр. Бұл жерде де ешқандай қате жоқ. Келесі мысал: досымның көзі нашар көреді. Видеоны тоқтатып қойып, өздеріңіз талдап, тексеріп көріңіздер. Сөйлемді талдауды неден бастаймыз? Әрине, баяндауыштан. Ал баяндауыш әдетте сөйлемнің соңында тұрады. Көреді, баяндауыш. Астын екі сызықпен сызып қоямыз. Келесі талдайтын сөзіміз нашар. Бұл сөздің сөйлем ішіндегі байланысып тұрған сөзін анықтамастан, сөздің өзіне сұрақ қоятын болсақ, нашар деген сөз қандай деген сұраққа жауап береді. Ал қандай деген сұраққа жауап беретін сөз ол анықтауыш болар еді. Бірақ бұл дұрыс болмайды. Себебі біз міндетті түрде оның байланысып тұрған сөзін табуымыз керек. Нашар деген сөздің бұл сөйлемдегі байланысып тұрған сөзі көреді. Нашар көреді. Сұрақты тіркестіріп айтатын болсақ, қалай көреді деген сұраққа жауап береді. Сөздің өзіне жеке сұрақты ғана қойған кезде
біз жаңа қандай деген сұрақ қойдық. Ал байланысып тұрған сөзмен тіркестіріп айтқан кезде қалай деген сұраққа жауап берді. Сондықтан да біз осы жерде көз жеткіземіз. Егер сөздің сөйлем ішіндегі байланысып тұрған сөзін сұраққа тіркестіріп айтпасақ, міндетті түрде сөйлем мүшесіне талдауда қателеседі екенбіз. Келесі сөз көзі, байланысып тұрған сөзі көреді, көзі көреді, несі көреді. Атау септікте тұрып, бастауыш қызметін атқарып тұр. Досымның, байланысып тұрған сөзі көзі, досымның көзі, кімнің көзі. Бұл сөз ілік септіктің сұрағына жауап беріп тұр. Анықтауыш, астын ирек сызықпен сызамыз. Пысықтауыш қызметін атқарып тұрған нашар деген сөз етістіктен жасалған көреді деген баяндауышпен байланысып тұр. Және көзі деген бастауышымыз, ол да етістіктен жасалған көреді деген баяндауышпен байланысып тұр. Яғни бұл да дұрыс деген сөз. Тағы бір мысалды талдап көрейік. Келесі сөйлем бөлменің гүлдерін арай күнде суарады. Видеоны тоқтатып, дәптерге жазып алыңыздар және содан кейін оны өз беттеріңізбен талдап, содан кейін ғана видеоны қосып, өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Баяндауыш суарады, астын екі сызықпен сызамыз. Келесі сөз күнде, байланысып тұрған сөзі суарады, күнде суарады. Қашан суарады десек те, қалай суарады деп сұрақ қойсақ та, ол пысықтауыш қызметін атқарады. Нүктелі сызықтармен күнде деген сөздің астын сызып қоямыз. Келесі сөз арай, байланысып тұрған сөзі суарады, арай суарады. Кім суарады? Арай. Атау септікте тұрғандықтан бастауыш қызметін атқарады, астын бір сызықпен сызып қоямыз. Келесі гүлдерін, байланысып тұрған сөзі суарады, гүлдерін суарады. Нені суарады, немесе нелерін суарады десек те, бұл табыс септікте тұрған сөз толықтауыш қызметін атқарады, сондықтан астын үзік сызықтармен сызып қоямыз. Келесі сөз бөлменің, байланысып тұрған сөзі гүлдерін. Сұрақ қоямыз. Ненің гүлдерін? Бөлменің гүлдерін. Ілік септікте тұрып, анықтауыш қызметін атқарып тұр. Сондықтан бөлменің деген сөздің астын ирек сызықпен сызамыз. Енді бастауыш, толықтауыш және пысықтауыш міндетті түрде етістіктен жасалған баяндауышпен байланысып тұру керек деген ережемізге сай тексереміз. Күнде пысықтауыш, күнде суарады баяндауышпен байланысып тұр, және ол етістік дұрыс. Арай, бастауыш, байланысып тұрған сөзі суарады баяндауыш. Яғни бұны да дұрыс деп қабылдаймыз. Гүлдерін, толықтауыш, гүлдерін суарады баяндауышпен байланысып тұр. Бөлменің анықтауыш зат есіммен байланысу керек, немесе есім сөздердің бірімен байланысу керек. Бөлменің деген сөздің байланысып тұрған сөзі гүлдерін, зат есім. Бұл жерде де ережеге қайшы ештеңе жоқ. Құрметті оқушылар, осы талдау үлгілерін қарай отырып, өздеріңіз басқа сөйлемдерді талдап көрулеріңізге болады, және сөйлем мүшелеріне талдау барысындағы осы қадамдарды ұмытпай жасауға дағдыланасыздар деген ойдамын. Алдағы уақытта бұдан гөрі күрделі сөйлем мүшелері бар, үйірлі сөйлем мүшелері бар талдауларда кездесетін проблемаларды қарастыратын боламыз. Және оларда қателікке ұрынбас үшін қандай қадамдарды еске сақтауымыз керек. Міне соларды қарастыратын боламыз. Сіздерге сәттілік тілеймін.